Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге жаңа жыл мерекесінде көп дайындалатын оливье деп аталатын салаттың рецептімен бөлісемін. Бұл салатты көбісі білгенімен әрқайсысы әртүрлі дайындайды. Бірі ет қосып дайындаса, бірі колбаса қосып дайындайды. Сіздер де мен ұсынған рецептпен жасап көріңіздер, салаттарыңыз міндетті түрде сәтті шығады. Достар, көбісі менің YouTube каналыма тіркелмей рецепттерімді қарайды. Ең алдымен YouTube каналыма тіркеле кетіңіз. Рецептін описание бөліміне қалдырып кетемін, яғни осы салаттың аты жазылған жерді бассаңыз, описание бөлімі ашылады. Алдын ала картоп пен сәбізімізді қайнаған суда қайнатып пісіріп аламыз. Піскеннен соң сырттарын ашып жуып аламыз. Бірінші кезекте вареный колбасамызды осылай видеода көрсетілгендей кубиктап турап шығамыз. Вареный колбасаның орнына піскен етті пайдалансаңыздар да болады. Колбасаларымыздың барлығын турап, үлкенде ыдысқа саламыз. Ендігі кезекте тұздалған, яғни банкада жабылған огурцымызды да собақтап турап, одан кейін майдалап, кубиктап турап шығамыз. Огурцы, яғни қиярымызды турап болғаннан кейін мұны да жаңағы туралған колбасаның үстіне қосамыз. Келесі кезекте қайнатылып піскен картопымызды бірінші домалақтап турап, сосын мұны да ұзынша етіп, кубиктап турап шығамыз. Турап болғаннан кейін табамызға саламыз. Ендігі кезекте сәбізімізді де кубиктап турап шығамыз. Өздеріңіз видеода көріп тұрсыздар, қалай турап жатқандығымды. Жұмыртқаларымызды да алдын ала қайнатып пісіріп алып, сәл салқындаған соң ортасындағы сары уызын алып, ақ уызын ғана кубиктап пышақпен турап шығамыз. Жұмыртқаның тек қана ақ уызын тураймыз, сары уызын турамаңыздар. Жұмыртқамызды кубиктап турап болғаннан кейін табамызға саламыз. Одан кейін жасыл горошектарымызды да суынан сырқып саламыз. Ендігі кезекте жаңа жұмыртқаның ақ уызының ішінен қалған жұмыртқаның сары уызын кесемізге салып, шанышқының көмегімен ұнтақтаймыз. Оның үстіне майонезімізді құямыз. Оливье салатымыз тұзсыз болмас үшін үстіне шым-шым ғана тұз сеуіп, таза қолымызбен майонез құймай тұрып араластырамыз. Яғни тұзының жақсы сіңуі үшін. Оливье салатына қосылатын майонезді дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқаның сары уызы, майонез және де сарымсақ, яғни чесноктың 2-3 данасы қажет болады. Чеснокты пышақпен майдалап турап алсаңыздар да, немесе арнайы чеснок майдалайтын үкіштің көмегімен майдалап алсаңыздар да болады. Ендігі кезекте барлығын оливье салатының үстіне қосып, таза қолымызбен жақсылап араластырамыз. Достар, оливье салаттарыңыз каша болып кетпес үшін қолдарыңызбен мыжып тұрып араластырмаңыздар. Себебі біздің картопымызда, сәбізімізде, жұмыртқамызда жақсылап піскен. Олар езіліп кетеді, егер сіздер жақсылап мыжып араластыратын болсаңыздар. Сондықтан да абайлап, ұқыптылықпен араластырыңыздар. Осымен салатымыз дайын. Сіздер де мен ұсынған рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ақ сәтті, керемет болып шығады. Сәніне кез келген аскөкті қосаңыздар болады, бірақ аскөк міндетті емес. Мен петрушканы пайдаландым. Бізге ас болсын. Видео ұнап, пайдалы болса, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Достар, сіздер оливье салатын осы рецептке дейін қалай дайындайтын едіңіздер, қандай құпия қыр-сырлармен бөлісесіздер, оны да комментарий бөліміне қалдырып кетіңіздер. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Достар, менің YouTube каналымда көптеген тағамдардың, түрлі тәттілер мен пирогтардың, салаттардың және де фастфудтың, тағы да плюс пиндодо курсының отидо сабақтары түсіндірілген, қарап алсаңыздар болады. YouTube каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар. Сіздерге оливье салатын дайындауға сәттілік.